Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 70-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 18-ші тапсырма, бұл жерде мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мәтінге ат қой. Мәтін аты концерт. Мәтін кейіпкерлері туралы не білетініңді айт. Мәтін кейіпкерлері бұл жерде Құрманбек Жандарбеков және Әміре Қашаубаев. Құрманбек Жандарбеков әнші, актер, режиссер, педагог, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін салушылардың бірі, Қазақстанның халық әртісі. Әміре Қашаубаев атақты әнші, актер, музыкант. Мәтіндегі зат есімдерді тап және олардың жалқы немесе жалқы есім екенін анықта. Бұл жердегі бізде зат есімдеріміз әртістер, клуб, Құрманбек Жандарбеков, Әміре Қашаубаев және де халық және әнші деген сөздер. Бұл жердегі жалқы есімдеріміз Құрманбек Жандарбеков, Әміре Қашаубаев. Ал жалпы есімдер әртістер, клуб, халық, әнші. Келесі 19-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде нақыл сөздерді қатесіз көшіріп жазу керек. Талапты бала талпынған құстай, құмары қанбас, аспанға ұшпай. Екінші нақыл сөзіміз адам баласының ең жаманы талапсыз. 20-ші тапсырма, бұл жерде кестені тиісті сөздермен толықтырып жазу керек. Бас әріппен жазылатын сөздер: Айман, Шолпан, бұл адамның аты; Талдықорған, қаланың аты; Алатау, таудың аты. Бұлардың барлығы жалқы есім болып саналады.